Түркістан қаласында базлайн жолақтары салынды, яғни қоғамдық көліктердің кедергісіз қозғалысы үшін салынған арнайы жолдың өзіндік ережелері бар. Яғни сіз қарапайым көлік жүргізуші болсаңыз, қоғамдық көліктер жүретін арнайы жолмен жүруге сізге тыйым салынады. Егер де ережеге бағынбаған жағдайда айыппұлды арқалауға мәжбүр боласыз. Өзі 4 шақырым қашықтықты құрайтын бас-аяғы жоқ жасыл жолақтардың міндеті көлік жүргізушілерінен аямай ақшаны суырып алума деп қаласың. Олай емес дейін десең, қоғамдық көлік үшін әспеттеп салынған жол неге бір ғана көше бойында орналасқан. Бүгінде салынған жасыл жолақ бастапқы қалпынан айып, бояуы өшіп жатыр. Ендігі кезде бояуы жоғалған жолақты ай сайын түзетіп тұру үшін қалалық бюджеттен тағы да қаржы бөліне ме? Не керек? Жаңа жолға қойылатын сұрақтар көп. Белгілісі, жасыл жолдың ережесі қаланы толық қамтыған соң ғана күшіне енуі қажет. Себебі жолаушы көлігі тек Бекзат Саттарханов даңғылымен ғана жүрмейді. Дегенмен көше ортасында қоғамдық көлік кептеліске тап болып, жолаушының шағымданып жатқанын көрмейсіз. Керісінше тасымалдаушы автобусқа көңілі толмай күңкілдеп жүрген бір адам. Тазалығы мен жағдайы талапқа сай емес көліктен түскен жолаушы: "Әкім мырза, арнайы сызып берген жолыңызға рахмет" деп алғыс айтар ма екен? Оның үстіне халықаралық стандарт жолмен жүруге Түркістандағы халықаралық стандартқа сай қоғамдық көліктердің өзі ұялатын шығар. Түркістан облыс орталығы болғанымен үлкен қаладағыдай кептеліс жоқ. Сондықтан тар жолды тарылта бергенше ең алдымен қоғамдық көліктерді ретке келтіру қажет. Сосын халықаралық талаптарға сай автобустар арнайы жасыл жолдармен кедергісіз жүре беретін болады. Әлде жергілікті билік Бекзат Саттарханов көшесіне ғана орнатылған жолға ереже енгізіп, көлік жүргізушілерінен ақша өндіріп алғаннан соң ғана автобустарды жаңалауға көшуді жоспарлап отыр ма екен, кім білсін.